Маған негізі көп жазады. Мессенджер, WhatsApp болсын, WhatsApp телефонды номерімді осы әлеуметтік желіде жариялағасын. Байланысқа шыққан адам көпшілік. Бәрі әрине көбінесе енді қазақ, ішінде басқа ұлттың өкілдері болса да, көбінесе қазақ, көбінесе қазақ тілді қазақ. Сол кешеден бері әсіресе қаптап кетті. Маған жолдамалар, сенің бауырманы дұрыс емес. Сен айтып атқан орыс, Ресей қазір Путин қауіп төндіріп атқаны ол жалпы жөні бар, бірақ сен Қытайды ұмытпа. Қытай біздің ата жауымыз дейтіндер. Оларға былай дейін. Мына Қытайдың біздің қазақтың ата жауы деген, ол негізі түбі неден шықты? Ол Кеңес одағының насихаты. Соның туындысы, Кеңес одағының пропаганданың туындысы. Кезінде 20-шы жылдарды ма, 30-шы жылдарды ма біздің фольклорымызға соны енгізген мақал ретінде. Қытай ата жауы, қара Қытай келсе, сары орысын әкендей көрінеді деп. Бізде ода расында да оны шындық ретінде қабылдауға ойланшы, қандай себебі бар? Бізге Ресей сары орыс әкедей боп көрінетіндей не істеп еді олар бізге? Мен түсінетін едім. Расында да бізге әкелген жақсылығы осыншама ата-бабаларымыз соны айтуға мәжбүр болған деп. Не жақсылығы әкелді? 19 ғасырда колонизация енді бізде ерте басталды. Отаршылық заманы орыстар бізге шапқылап, Петрдің кезінде бастады ақырындап. Бірақ 90% әскери күшпен келіп бізді басып алғаны, кәдімгі әскери қарулы күшпен, ол 19 ғасыр. 19 ғасырдың ортасы екінші бөлімі. Біз 300 жыл бізді орыс билеп келе жатыр деген ол өтірік. Жалпы отаршылық Ресей саясаты, Ресей империясының әскери күшпен бізді басып алғаны сол 19 ғасырдан басталады. Оның алдында әрине болды, қақтығыс, шайқас. Бірақ ондай масштабты түрде болған жоқ. Масштабты түрде 19 ғасырдан басталды. Заманы өтіп кетті. 20 ғасыр келді. Революция біздің қазақтардың 16 жылға көтерілісі болды. Сонымен өз Ресей империясы тарқап кетті. Орыстар өз патша династиясын, бүкіл ақ сүйектерін қырып тастады. Қызыл билігі келді. Қызыл одағы, Қызыл Мәскеу. Атамызды танытты олар. Қырып тастады қазақты. Миллиондап. Сол енді сары орыс бізге неден әкедей боп көріну тиіс? Тарихи оған себеп мысалдар жоқ. Ол, жаңа мен айтқандай, қызыл пропаганданың туындысы. Мысалы, біз айтпаймыз ғой қазір, ата-бабамыз Жамбыл Жабаев кезінде ақындар, Жамбыл Жабаев әйдік ақынымыз Сталинді мақтаған батыр деген, Ежов батыр деп оған дастандар арнаған. Біз оны ұмыттық, қойдық қой. Білеміз, ол Кеңес одағының пропагандасы. Бірақ сары орыс біздің әкеміздей көрінетін, ол да солардың пропагандасы. Шын айтқанда түсінбеймін. Мен өзім өмір бақи бала кезімнен орыстың арасында өсіп, жалғыз қазақ болып Қарағандыда орыс мектебін бітірдім. Орыс әскерінде болдым. Және 90 жылдары көбінесе арамында қасымда жүрген орыстар болды. Енді Қарағанды, солтүстік Қазақстан. Мен ондай отаршыл құлдық сана сезім менде жоқ. Енді шамалы болса да қазақтығым сақтап қалдым. Қазақ тілді қазақтар, қазақ мектебін оқып, қалың қазақтың ортасынан шыққан қазақтар, оларда отаршылық құлдық сана сезім, орыс құлдық қайдан пайда болған, неге әлі күнге шейін одан айырылмаған, мен түсінбеймін. Кеше маған жазып отыр бір үлкен кісі, апай. Өзі қазақ мектебін бітіріпті, қазақтың арасында тұрады екен, біз орыс мәдениетінен айырылмауымыз керек, балам деп. Орыс мәдениеті ол не, жоғарғы деңгейдегі мәдениет пе? Нені айтып отыр? Орыс әдебиетін айтады. Орыс әдебиеті ол 19 ғасырда дүниеге келген әдебиет. 18 ғасырда бір-екеуі болды тұлғалары. Радищев, Державин.
Одан кейін орыстар өзі айтатындай орыс әдебиетінің алтын ғасыры ол 19 ғасырдан басталып келеді. Болды, осы 19 ғасыр орыс әдебиеті. Біз оны неге қабылдауымыз керек? Орыс әдебиетінде ешқандай бізбе қазақпен ортақ мүдделер ол жерде айтылмаған, жазылмаған. Достоевскийді айтады. Ол Достоевский таза христиандық, қана христиандардың православдық құндылықтарын таратқан, жариялаған, соны жазған, шығарған, басып. Бізге қатынасы қандай? Және басқалары. Қайсы? Кім бізге? Лермонтов па? Кім? Толстой ма? 20 ғасырдың әдебиеті орыстардың, олар бізге мүлде ешқандай жақындығы жоқ. Енді 20 ғасырдың әдебиеті ол қызыл кеңес одағының жазушылары, ақындары орыстардың. Қайсы бізге жақын? Маяковский ма, Демьян Бедный ма, Гоголь ма, Твардовский ма, Симонов па? Қайсы бізге жақын? Ешқандай қазақи ештеңесі жоқ оның ішінде. Кеңес одағын мақтау болды. Киносы, қазақ туралы түсірілген кинолары бар ма? Орыстардың оны қазір бағалап, соған құрметтеп, соған жармасып алатын бізді. Біз өз мәдениетіміз бар. Сол ұстанымыз сол болу керек. Орысты көтере бергенше астына көпшік қойып, өзімізді кемсітіп, біз өзімізді көтерейік. Және бізге бөтен мәдениет керек болса, үлгі ретінде, бөтен әдебиет керек болса, жарайды, басқа енді бар ғой, басқа әдебиет бар. Жер шарына танымалы. Ана жаңа орыстың әдебиеті сияқты емес, орысқа ғана керек, басқасына ешкімге керек емес. Жаңағы айтылған ана орыс жазушылары шетелдік тілге аса аударылмаған, кеңес одағында болмаса, ақша аямай өз ақшасына аударып берген. Абылай осы орыс әдебиетін танығым келеді, оқым келеді деп шетелдіктер оны аудармаған. Шетелдік әдебиеті керек болса, көтерейік, соларды аударайық онда қазақ тіліне. Қайта-қайта орыстардың жазушыларын аудара бергенше, сол Стендаль, Шекспир, Бальзак, соларды аударайық, Эмиль Золя, Гетені аударайық, Теодор Драйзерді аударайық, Воннегутты, Хемингуэйді аударайық. Тіпті болмай жатса. Виктор Гюгоны аударайық. Және қаншама мыңдаған шетелдік жазушылар бар. Әйдік, әйгілі әдебиеті бар. Ағылшын, франко, неміс, парсы, түрік әдебиеті бар. Соларды аударайық. Қажетіне бізден кеңес одан айналып, сол айналмаға қой сияқты бірнеді айналып жүре береміз бе? Кеңес одағы болды, кетті, ұмытуымыз керек. Орыс әдебиеті, орыс мәдениеті бізге қажет емес. Орыс музыкасын айтады. Кім орыс музыкасы? Мен білетін мысалы Рахманинов. Ұлты ғана орыс, бірақ шығармалары бәрі шетелде жазылған. Революция кезінде безіп кеткен, елін тастап шетелде тұрған. Батыс мәдениетінің туындысы сол Рахманинов. Басқа кім? Шостакович болды, Прокофьев болды, кім тағыды? Бізде бар қазақтар әлі күнге шейін Лепсті әйдік әнші деп жүргендер. Лепсті тыңдағанша сен бір Корей, Жапон біреудің музыкасын тыңдаса, енді тіпті болмай жатса біреудің әлемдік музыканы тыңдаған кесе. Сол енді пропаганданы түсінбейді біздің халық көбінесе. Қазақ, әсіресе қазақ тілді халық. Ауылда тұрған, кішкентай аудан орталықтарында тұрған қазақтар пропаганданың күші әйдік екен. Ол кәдімгі жер сілкініспен тең күш екенін түсінбей келеді. Мына қазір бізді аялап алған, жан-жағымызды қоршап алған, үстімізден төмпештеп соғып отырған ол орыс пропагандасы, насихаты. Ол пропаганда олардың қолында кәдімгі қол шоқпар болды. Сол сойылмен бізді соғып келеді. Біз оны содан басымызды көтере алмай, жан-жағымызға қарай алмай келатырмыз. Әлі күнге шейін сол құлдық сана сезімнің астында болып. Әлі күнге шейін сол Ресейдің мәдени, саяси, экономикалық шеңберінің астынан шыға алмай. Және әскери. Әлі күнге шейін полигондары бар.
кеше ана айтып отыр, енді дұрыс бәрі Қытайларды қуу керек. Не үшін? Қытай не жамандық істеді бізге? Айтыңдаршы. Олардың жаңағы орыс саясаты, пропагандасы көзденіп отырған екі мақсаты бар. Бізге Қытайды жау қылып көрсету, және бізді Қытайға жау бір жексұрын халық қылып көрсету. Мыналар жақсылықты білмейді екен деп қазақ. Өйткені Кеңес одағының кезінде бізді Қызыл Мәскеу қырып атқан кезде қаншама қазақ Қытайға жер ауып, сол жақта көбейіп, 2 миллионға шейін жетіп, қазір елге оралып атқан, Қытайдан оралып атқан қазақтар бізге үлгі болады. Сөзін, тілін, дінін бәрін сақтап келген, салт дәстүрін бәрін ештеңені ұмытпай, мәдени мұрасын ештеңесін ұмытпай, бізге келіп, орыс болып кеткен қазаққа олар қазір көрсетіп отыр. Ата-бабамыздан қалған кәсіп, әртүрлі өнер, бәрі Қытай, Моңғолия, сол жан-жаққа ауып кеткен қазақтар әкеліп отыр ғой. Өзімізді ештеңе қамаған, Кеңес одағының билігінде болып, орыс болып кете жаздадық. Сол Қытайға барып сақталып келген қазақ, сол Қытайда 80 жылдары мысалы қазақ мектептері, біздің қазақ СССР-ның қазақ мектептерінен көп болатын. Қаншама радио арналары болатын. Оншама радио арналар Қазақстанда болған жоқ, қазақ СССР-інде. Мына Қытайда қабылданған заң бір отбасы бір бала деген қазақтарға тарқамаған. Қазақтар қанша бала болса да туа берген. Өз Қытайларына бір шектеліп қойған, бір отбасы бір бала деп. Қазақтарды олар құрметтеп, қудаламай, санын өсіртіп, тілін бәрін сақтабуға үлес қосқан Қытай билігі. Коммунист, жарамсыз, демократиялық қағидалары жоқ, қысып атыр, сөз бостандығы ештеңе жоқ. Ол Қытай, олар коммунист. Бірақ қазақ, біз қазір Қытайды жамандайтын бізде аса себеп жоқ. Қазір Қытайда олар ұйғыр сепаратистермен алысып, және салафит, қысқа етек, қысқа шалбарды салафит, вахабит өкілдерін қысып атыр. Онысы рас. Бірақ оның ішкі ісі сепаратистермен күресуге олар міндетті, құқылы. Біз де сөйтеміз. Бізде ертең біреу шықсыншы, сепаратист ұстанымдармен. Біз оларды қудалап, соттап, азаптап сөйтеміз. Шығып көрсін бөлі. Және шығып көрсін дегенде шығып атыр ғой, бізде орыстық сепаратистік деген жетеді. Павлодар, Петропавл қажері барсам тола. Қостанай сепаратистер тола, Өскемен. Алматымыздың өзінде қаншама жүр. Кеңес одағын аңсап, Ресейді, Путинді күтіп отырғандар. Соны біз ажыратуымыз керек. Қазақ пропаганда деген не екенін түсінбей, біз өзіміз ел болмаймыз. Сол орыстың атында байланып, әлі жүре береміз. Үйтіп байланып жүрген кезде біз қазіргі алған тәуелсіздігімізден тағы да айырылып қаламыз. Болды, ата-бабамыз аңсаған тәуелсіздіктен айырылып қаламыз. Қолымызда тұрған құс сияқты ұшып кетеді. Болды, қайттан сосын қашан келеді? Қайтадан біз миллиондап қырылуымыз керек па? Пропаганда ол кәдімгі қару, зембірек, зымыран, сонымен тең. Айтып отырды, енді жарайды, мүмкін бар шығар ондай, бірақ қазақ тілдің агент қайдан болсын орыс тілді, орыстардың агенттері енді көбінесе орыс тілді қауымның ортасында болады. Қазақ тілді қауымға Ресей пропагандасын қалай жариялайды деп. Өйткені біз қазақ тілдіміз ғой деп. Ресейдің агенттері бізге жіберілген. Оның үгіт насихаты қазаққа арналған. Қай тілді өту керек деп сұраймын да. Мысалы, Франкия, Англияға жіберген орыс агенттері қай тілді білу керек, қай тілді сөйлесу керек ояққа барып. Кинодағы немістерге барған орыстардың Штирлицы қай тілді сөйледі жерде жүріп, рейхсканцелярияда? Орысша сөйледі ме? Буденовка киіп, әлде немісше сөйледі ме? Тура солай бізде, біздің арамызға енгізген олардың қаптаған орыс агенттері, олар қазақ тілді әрине. Әрине қазақ тілді. Қазақтың арасына іріткі салу үшін қазақ тілді болу керек. Қазақ болу керек. Әрине, оның бәрі 100% агент емес.
әрине. Алданған сол орыс несінен шықпай жүрген орыс құлдық қазақ бар екен, олар пайдаланып жоғарғы деңгейден бір 5-6 агентті отырғызбаса жетеді. Олар айтқан сөзін таратып жүрсе, боқтың үстіне шыбын отырып сол жан жаққа эпидемия таратқанда тура солай. Мыңдаған агент қажет жоқ. 10 шақты агент қазақша сөйлейтін, қазақша жазатын, жеткілікті. Бүкіл қазағымызды арамызға арандатып іріткі салу үшін. Бір бөшке майды құрыту үшін бір шелек боқ керек жоқ, бір қасық жетеді.